Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. Әкесі Момыш әділдігімен, еңбекқорлығымен танылған адам болған. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Бауыржан Момышұлы генерал-майор Иван Панфилов басқарған 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Ұлт намысы, ер намысы. Служить нации – дело чести. Ұлтқа қызмет ету ердің ісі. Батырлық бір күндік емес, ғұмырлық қасиет. Бауыржан Момышұлы ердің ері, атағын әлемдегі ел біледі, танытқан ата жұртын ер қазақты, тағдырдың жұлып кетті зеңбірегі. Оны әлі таулар жоқтап түнереді, бар еді мың қасиет, мың өнері, сөзінен күн күркіреп жасын ойнап, бар болса ортамызда жүрер еді.